Насостың тесігі үлкейе ма деген сұрақ қояды екен. Неге майдың вязкасын өзгертесіз деп, даже ПЗМшіктердің өздері қоятын осындай сұрақ бар екен. Я, барлық қажалатын үйкелетін тесіктер кеңейеді, үлкейеді, биологиялық та, физикалық та. Енді тек қана насостың емес, барлық иінді білік, таратушы біліктің барлық бойындағы үйкелістің нәтижесінде кеңейетін тесіктер бар. Сол тесіктердің бәрін ортасын орын жабу үшін майдың қалыңдығы, майдың вязкасын қоюлығын таңдауға тура келеді. Енді біз Европа елдері, Япония елдерімен салыстырудың мүлдем қажет жоқ. Ол елдерде сол 100 000 одан артық жүрмейді. Біз сияқты ана шеті мен мына шеті бүтін Европаны алатындай кең байтақ жері бар. Халқының қалтасында ақшасы тайыз елде бір қозғалтқыш 500-600 мың кем дегенде жүріп беру керек біз үшін. Сондықтан біздің міндетіміз барынша көліктің ұзақ жүруіне амал жасауымыз керек. Алла қаласа, Ерекең мен капиталка бірге жинап жатырмыз. Сол Ерекең екеуміз бірге мотордың жинаған кезде капиталка зазорын өлшеп, соған нақты қандай қалыңдықтағы май керек екенін анықтайтын құрылғыны сатып алып, сіздерге дәлелмен алдағы уақытта көрсететін боламыз.